Бүгінгі сабақта біз центрге тартқыш үдеудің формуласының қалай қорытылатындығын қарастыратын боламыз. Яғни бүгін қарастыратын центрге тартқыш үдеудің формуласы бұл үдеудің сан мәнін анықтауға мүмкіндік береді. Алайда центрге тартқыш үдеудің бағыты бізде әрдайым өзгеріп отырады. Яғни осы центрге тартқыш үдеудің бағыты бізде дененің қозғалысы барысында әрдайым центрге қарай бағытталған болады. Және де осы үдеудің модулі бізде тең болады жылдамдықтың квадраты бөлінген радиусқа. Және де біздің осы жазған формуламыз бұл скалярлық формула болып табылады. Яғни осы жағдайдағы үдеу және де жылдамдықтың шамасын қарастыратын боламыз. Яғни айтып кеткенде бұл формуламыз скалярлық жағдайдағы формула. Енді біз төмендегідей бір мысалды қарастырып көрейік. Бізде қандай да бір планета және де осы планетаны орбита бойымен айналып қозғалып келе жатқан қандай да бір дене бар болсын. Және де осы дене планетаны орбита бойымен сағат тіліне қарсы айналып қозғалады деп қарастырайық. Және де осы қозғалысты сипаттайтын радиус векторды салып көрсетейін. Және де осы радиус векторы бұл уақыттың функциясы болып есептелінеді. Және осы жағдайда бізде x және де y осьтерін қарастырайық. Яғни біздегі бұл x өсі болса, бұл y өсі болсын. Және осы x өсі мен радиус векторы арасындағы бұрышты біз тетта деп белгілейік. Осы жағдайдағы радиус векторы уақыт өтуіне байланысты өзгергендігімен, осы қозғалысты сипаттайтын шеңбердің радиусы бізде барлық уақытта өзгермейді деп қарастырамыз. Яғни біз осы жағдайдағы радиус векторының уақытқа тәуелді функциясын біз модулі бойынша ол радиусқа тең деп қарастырамыз. Енді біз осы радиусты екі құраушыға жіктеп қарастырайық. Яғни біздегі радиус бұның x өсіне қатысты құраушысы ол бізде r көбейтілген косинус теттаға тең болады. Өйткені айтып кеткендей осы аралықтағы бұрышымыз біздің теттаға тең. Ал y өсіне қатысты құраушысы бұл r көбейтілген синус теттаға тең болады. Олай болса біз осы жерден көріп отырғандарымыздай жалпы радиус векторы осы радиустың x өсіне және де y өсіне қатысты құраушыларының қосындысынан тұрады. Яғни жазамыз, радиус векторының уақыт бойынша функциясы тең болады r косинус тетта, және де бұл да уақытқа тәуелді функция болып есептелінеді. Және де бізде көбейтілген тағы да осы радиус векторының бағытын білдіретін и базистік векторына көбейтеміз. Оның бағытын көрсететін болса, ол бізде x өсіне қатысты осылай қарай бағытталған болады. Яғни и базистік векторы және де бұл қосылған r синус тетта т көбейтілген j базистік векторына. Осы вектордың бағытын көрсететін j базистік векторы бізде осылай қарай бағытталған болады. Енді осы радиус векторын сипаттайтын өрнектен біз уақыт бойынша туындалатын болсақ, бұл бізде жылдамдықты береді, яғни жылдамдықтың уақытқа тәуелді функциясын. Енді әрі қарай туындалар болсақ, бұл жердегі r бізде тұрақты шама, ол өзі жазылады, көбейтілген. Косинус теттадан туындалатын болсақ, бізде минус синус тетта т. Бұл бізде күрделі функция болып табылатындықтан, біз тетта көбейтілген т-дан да уақыт бойынша туындалып, оны көбейтіп жазамыз. Яғни d тетта бөлінген d т. Және де көбейтілген и векторы. Енді тура осылай етіп, екінші қосындадан да туындалайық. R бізде тұрақты, ол өзі жазылады. Синус тетта т-дан туынды бізде косинус тетта
көбейтілген теттадан да біз туындаламыз. Ол d тетта бөлінген d t-ны білдіреді. Көбейтілген g. Енді осы жердегі бұрыштың уақытқа қатынасы бұл бізде бұрыштық жылдамдықты береді. Яғни оны біз омега деп белгілейміз. Тура сол сияқты осы жердегі бұрыштың уақытқа қатынасы да бізде бұрыштық жылдамдықты береді. Оны да омега деп белгілеп қоямыз. Олай болса, осы теңдікті біз ықшамдап жазатын болсақ, v t бізде тең болады екен. Енді әрі қарай біз осы өрнектен көріп отырғандарымыздай, бұл жерде омега және де r екі жерде де кездесіп отыр, және де олар бір-біріне тең болғандықтан, осы омега мен r-ді жақшаның сыртына минус таңбасымен бірге шығарып жіберсек болады. Жазамыз минус омега r, жақшаның ішінде бізде қалады синус тетта t көбейтілген i минус косинус тетта t көбейтілген g және жақша жабылды. Енді әрі қарай осы жылдамдықты сипаттайтын теңдеуден уақыт бойынша біз тағы да туындалатын болсақ, яғни dv бөлінген dt бұл бізде тең болады үдеудің уақытқа тәуелді функциясына. Яғни жылдамдықтан уақыт бойынша туындалатын болсақ, бізде үдеу шығады екен. Олай болса, біз жалғастырып осы теңдіктен туындалып көрейік. Минус омега r бұлар тұрақты болғандықтан бұлар өздері жазылады. Жақша ашылған синус теттадан туындалатын болсақ, бұл косинус тетта t көбейтілген теттадан t бойынша туындалғанда ол омеганы, яғни бұрыштық жылдамдықты білдіретіндігін біз айтып кеткенбіз. Сондықтан осы жерге бірден көбейтілген омега деп жазып кетсем болады. Көбейтілген i. Әрі қарай косинус теттадан туындаламыз. Косинустың туындысы минус синус болады, және де осы жердегі минуспенен ол бізде плюс болып кетеді. Яғни қосылған синус тетта t көбейтілген, бұл жерде де омега болады, және көбейтілген g. Енді тағы да бұны әрі қарай ықшамдап жазайық. a t бізде тең болады. Енді туындалу барысында пайда болған омегаларды тағы да жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, ол бізде жақшаның сыртында тұрған омегамен көбейтіліп минус омега квадрат r болады. Ал енді қалғандарын көшіріп жазатын болсақ, косинус тетта t i қосылған синус тетта t g. Енді осы соңында пайда болған өрнектің осы бөлігіне қарайтын болсақ, ол бізде ең басында жазып кеткен радиус вектордың өрнегімен бірдей болып тұр. Сондықтан бұның барлығын біз радиус векторы ретінде қарастырамыз. Осыны ескере отырып жазатын болсақ, біздегі үдеудің шамасы тең болады екен минус омега квадрат көбейтілген радиус векторына. Енді бұл жердегі омега шын мәнінде псевдовектор болып табылады. Яғни оның скалярлық шама болып қарастырылғандығына қарамастан, оның бағыты да бар болып есептелінеді. Әрі қарай осының шамасын жазу үшін омеганы және де радиус векторын біз модульге алып жазамыз. Яғни минус омега квадрат модульге алынған көбейтілген радиус векторы. Енді бұл жердегі a векторы деп отырғанымыз модульден шығарғанда бұл центрге тартқыш үдеуді білдіреді. Ол бізде тең болады екен минус омега квадрат, ол модульден шыққанда
әрдайым плюс болып шығады. Яғни омега квадрат көбейтілген радиус векторы. Бұл радиус векторы бізде радиусқа тең болады. Оны біз сабақтың басында екеуінің бір-біріне тең екендігін көрсетіп кеткенбіз. Енді осы жердегі омега, яғни бұрыштық жылдамдық бізде жылдамдықтың радиуске қатынасы арқылы анықталатындығын ескерсек, осы омеганың орнына v бөлінген r-ді қойып жазсақ болады. Яғни жазамыз центрге тартқыш үдеу тең болады v бөлінген r квадрат көбейтілген r-ға. Ары қарай осы жерден әрқайсысын квадраттап жазатын болсақ, бізде v квадрат бөлінген r квадрат көбейтілген r болады екен. Ары қарай радиус пен квадраты қысқарады. Сонда біз соңында көз жеткізіп отырмыз. Центрге тартқыш үдеу бізде тең болады екен v квадрат бөлінген r-ға. Яғни біз бастабында айтып кеткен центрге тартқыш үдеудің формуласын ең соңында біз қорытып шығардық.